Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ауызашар уақытына, яғни кешкі ас мәзіріне бүгін манты дайындап жасап көрсететін боламын. Үй жағдайында қарапайым рецепт бойынша жасап сіздерге көрсетіп ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен, яғни қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге, яғни осындай құрғақ ыдысымызға 2 пиала су құямын, және де 2 жұмыртқа қосатын боламын. Мен бұл рецепт бойынша, яғни 4 зуала шығатындай қамыр илеймін. Сіздер де отбасыларыңыздың санына қарай қамыр илесеңіздер болады. Және дәміне қарай 1,5 шай қасық тұзымды салып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, кішкене қаттырақ, яғни қамырымызды илеп алатын боламыз. Қаттырақ болғаны дұрыс, себебі жайылған кезде езіліп, піскен кезде езіліп кетпейтіндей болу үшін қаттырақ илей бергендеріңіз жақсы. Тым қатты илеп жіберудің қажеті жоқ. Сол үшін, яғни қолға жабыспайтындай етіп илесеңіздер дұрыс болады. Қамырымызды әбден июі қанғанша жақсылап илеп алатын боламыз. Илеп алған қамырымызды, яғни дайын болып қалды, көріп тұрғандарыңызда, енді дайын болған қамырымызды жарты немесе 1 сағатқа демалдыруға бетін жауып қалдыратын боламыз. Осы аралықта салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына бізге пияз қажет болады, және де фарш. Пияздың барынша молырақ болғаны дұрыс, өйткені мантының сочный, яғни сулы болып пісуі тікелей осы пиязға байланысты. Барынша пиязыңыз қанша көп болса, мантыңыз де сондай дәмді болып шығады. Видеодағыдай барлық пияздарымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, егер тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлық пияздарымызды ұсақтап, турап дайындап алдық. Енді үстіне фаршымызды салып аламыз. Мендегі фарш дайын фарш. Және де үш май қосып, арасына осылай салсаңыздар болады, ұсақтап турап. Үш май бұл біздің мантылеріміздің одан да әрі дәмді, әрі майлы болып пісуіне көмегі зор, сондықтан міндетті түрде үш май қосып жасауға кеңес беремін. Барлық заттарымызды турап дайындап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің арнамнан ыстық тағамдардан бөлек түрлі тәттілер, пирогтар, торттардың рецепттерін және де салаттардың рецепттерін көре аласыздар. Міндетті түрде тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар, себебі алдағы уақытта үй жағдайында қарапайым рецепттермен күнделікті бөлісіп отыратын боламын. Осымен салмасы дайын. Енді қамырымызды дайындаймыз. Жаңағы демалып тұрған қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп алатын боламын. Себебі менде, яғни 4 мантаваркаға дайындайтын боламын. Енді осылай қолымыздың көмегімен зуала етіп, яғни дөңгелек етіп дайындап аламыз. Бұл біздің қамырымыз қазір жайған кезде теп-тегіс әдемі болып жайылу үшін міндетті түрде осылай дөңгелек, яғни зуала етіп алғандарыңыз дұрыс болады. Дайындап зуала қылып алған қамырларымызды 5 минутқа бетін жауып демалдырып қойсаңыздар болады. Содан соң қамырымызды алып, бетіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұқа қамыры болу керек. Барынша жұқарақ жайғандарыңыз дұрыс. Сонда мантыңызде әдемі болып, жыртылмай пісетін болады. Әр үй бикесінің барынша, яғни өз әдісімен дайындайтын тәсілдері болады. Ал мен сіздерге өз әдісімен бөлісіп отырмын. Сіздерге қарапайым рецепт бойынша үй жағдайында дайындалатын және де қарапайым тілде осылай түсіндіріп жатқан жайым бар. Барынша түсіндіруге тырысып жатырмын. Сол үшін мені қолдап кетсеңіздер қуанышты болатын едім. Мінекей біздің қамырымызда дайын болып қалды, әдемі болып, осылай жұп-жұқа болып, үлкен дөңгелек қамыр болып жайылды. Енді қамырымызды бөліп шығатын боламыз, яғни видеодағыдай дәл осылай істеп аласыздар. Енді осы қамырымызды пышақтың көмегімен, көз мөлшерімен осылай 4 немесе 5 бөлікке бөліп шығатын боламыз.
Енді қамырымызды осылай төртбұрышты етіп кесіп дайындап алатын боламыз түйуге. Енді осы жаңағы дайындап алған салмасын мантымызге, қамырымызге осылай салып шығамыз да, қамырымызды түйіп дайындап алатын боламыз. Яғни түйу жолын барлықтарыңыз білесіздер. Мен сонда да сіздерге түсінікті түрде осылай видеоға түсіріп жатқан жайым бар. Барлық мантілерді осылай түйіп, пісіруге дайындап аласыздар алдын ала. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ауызашар уақытына әрі тойымды тағамдардың бірі, әрі дәмді. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлық мантілерімізді түйіп дайындап алдым, және де мантоваркаға салып, осылай орналастырып алдым. Бетін міндетті түрде майлаңыздар. Содан соң газымызге қойып 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінеки біздің мантілерімізде пісіп дайын болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный әрі жыртылмай әп-әдемі болып пісіп шықты. Содан соң осылай тәрелкелерімізге салып ұсына берсеңіздер болады. Құрметті көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Оразаларыңыз қабыл болсын.